Қонжық пен алғашқы қар ертегісі. Ертеде бір орман болыпты. Ол орманның ішінде кішкентай қоңыр қонжық өмір сүріпті. Ол өте қызық құмар екен. Күн сайын орманды аралап, жаңа нәрселерді көруді жақсы көретін. Бір күні таңертең қонжық ұйқысынан тұрса, айналаның бәрі аппақ болып кетіпті. «Бұл не болды?» деп таңғалады ол. Ағаштар ақ тон киіп алғандай, жер жұмсақ көрпемен жабылғандай еді. Аспаннан майда-майда ақ үлпектер түсіп жатыр. Қонжық қызық көріп, ақ үлпектермен ойнап жатыр. Бұл қар ғой, деді қоян күліп. Ол суық сияқты, деп сұрады қонжық. Жоқ, ол көңілді, бірақ жылы киіну керек, деді қоян. Қонжық қарды тағы да алақанына ұстап көрді. Ол бір сәтте еріп кетті. Қарда тірі сияқты екен, деп қуанды қонжық. Осы кезде кірпі келді. Қонжық, қыс келді. Енді бәріміз бір-бірімізге көмектесуіміз керек, деді ол. Қонжық болса ойланып қалды. Ол достарымен бірге құстарға жем шашты. Тиінге жаңғақ апарды. Орманды бірге тазалады. Күн батқанда қонжық шаршап, бірақ қатты қуанды. Қыс суық болса да, жүрек жылы болса, бәрі жақсы екен, деді ол. Сол күннен бастап қонжық қысты жақсы көретін болды. Ал алғашқы қар оған достық пен мейірімділік сыйлады.